Достар, сіздермен мен Голдбек. Менде қыстырғыштан жасалған спиннер бар. Қаппақтан бірақ тез айналады. Қаппақтан жасалған кезде әшейін бұлай айналып тұрып қалады. Ал бұл бұлай айналады. Бұны бәріңіз білетін шығарсыздар. Бұны оңай істеудің жолы міне видеода. Екі ыстырғышты темірден ажыратасыздар және оны бір-біріне қарама-қарсы теріс қоямыз. Содан кейін міне мынандай тесік шығады. Осында тесік шығады. Сол тесікті екеуін бір-біріне турлап, одан кейін міне мына спиннерді қыстырғышты айналдырып скотчпен орап шығамыз. Сол тесікті скотч жауып қойғаннан кейін оны тесеміз. Тескеннен кейін сіріңкенің таяқшасын алып, оны жартыша сындырамыз. Сол жартыша сындырғанда оны міне бұлай тығамыз. Қайда ұшы шығып тұру керек. Оны шыққаннан кейін бұлай айналдырамыз. Бәріңізге түсінікті шығар. Міне. Бұл өте зор және спиннер сатып алудың керегі де жоқ. Сіздермен болған мен Голдбек. Жазыңыздар, лайк басыңыздар.